Мен өмірге бақытты, толыққанды өмір сүру үшін келдім. Құдайды мадақтап, оған әрқашан қуану үшін. Әлемнің барлық рухани, интеллектуалды, материалды қазынасы Құдайдың берген сыйы. Оларды жақсы істер үшін пайдаланамын. Құдай адамның ішінде мекендейді. Демек, ғаламат асыл қазына менің ішімде және айналамда. Сананың заңдарын зерттеп білу арқылы мен сол еш уақытта таусылмайтын асыл қазынадан тамаша өмір сүру үшін өзіме керектің бәрін ала аламын. Бай болу менің құқығым. Мен өмірге бай болу үшін келдім. Құдайдың маған берген қабілеті арқылы мен бай боламын. Сананың жұмысы маған тамаша идеялар береді. Сонда менің еңбегім өнімді болады. Маған көптеген материалдық игілік әкеледі. Жүрегімдегі Құдаймен ынтымақтық сезімі мені бай қылады. Демек, мен саналы түрде ұстанған көзқарасымның және жақсылыққа деген сенімім арқылы бай боламын. Жаратушының барлық байлығы ішкі және сыртқы маған қуаныш үшін берілген. Мен өмірге өз орнымды табу үшін, өз қабілеттерімді пайдалану үшін дүниеге келдім. Азаттыққа, сұлулыққа, тәуелсіздікке, өмірге құқығым бар екенін сезінемін. Туған күнімнен бастап, менің бойымда бақытты, табысты өмір сүру үшін қажеттің бәрі бар. Жаратқанның барлық күш-қуаты, оның қадір-қасиеті, дарыны, болашағы, осының бәрі менің бойымда, ішімде бар. Менің өмірім ол Құдайдың өмірі, енді ол өмір менікі. Жаратқанның барлық істері табысты. Маған өмір сый ретінде берілді. Мен санам, жаным, денем арқылы барлық бойымдағы дарынды сыртқа шығарып пайдаланамын, талпынамын, ізденемін. Тура осы сәттен бастап бар күшімді пайдаланамын. Мен бақытты, табысты, дәулетті өмірге сенемін.